Ассаламу алейкум, қымбатты достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Кішкене кешігіп шыққаным үшін кешірім өтінем. Бірақ бүгін сіздер күткенге стоит деп айтатындай бір Алла қаласа тамаша эфир болады деп ойлаймын. Құдай қаласа. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі ең главный сабақты қойып қойын. Бүгінгі тақырыбымыз осындай болады. Так, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Кімде қандай сұрақ бар? Уалейкум ассалам. Кеш жарық. Кімде сұрақ, қорқыныш бар? Кімде уайым бар? Арман мақсаттарға тез жетудің жолы бар ма, жоқ па? Состояниеға қалай кіреміз, қалай шығамыз? Вот осы туралы қазір біз айтатын боламыз. Кешіккеніңіз мен үшін қайырлы болды, мен енді келдім дейді. Мен де сондай уақыт шатастырып алыппын. Түркия мен Қазақстан уақыт бір-біріне келмейді ғой. Соны кішкене шатастырып алыппын. Так. Пока жинала беріңіздер. Мен Қырғызстаннан салам. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Ақша жұмсаған сайын ақша бітіп қалады деген қорқынышым бар. Тамаша. Долларбен миллионер боламын. Тамаша. Қазір біз осы туралы кішкене осы сұрақтардың жауабын іздеп көреміз, иә. Ақша жұмсаған сайын ақша бітіп жатыр деген қорқынышты біз қазір балалық шақпен алып келеміз. Зарплатам 200 000 теңге, бірақ машина алғым келеді, шетелге барғым келеді, оп-оңай. Жетпейді. Кеше алып жаттыңыз ба, жазылдыңыз ба? Енді мен әшейін чекап деп жазғам, соны мен ракпен чөтілеу өлейін деп жатыр деп сөйтіп қойыпты. Осыдан кейін енді сайттарға сеніп көріңіздер, иә. Сәлеметсіз, балдарым сабақ оқыту шатышадым, дым зауқы жоқ, 7-5 сыныпта оқиды, оставьте детей в покое. Үйде көңілсіз жүрем, жұмыста күшті жүрем дейді. Қызым сізге привет деп жатыр. Қайырлы кеш. Ассаламу алейкум. Аида Шерова. Кредит ямадан шығу, қазір осы туралы айтамын. Пышақ ұстауға қорқам, мен как будто кесіп аламын қолымды. Қазір разбор жасайық таң атар, ол тез кетеді. Пышақ ұстаудан қорқам, өртенгеннен қорқам, жаңағы биіктен қорқам, иттен қорқам, авариядан қорқам деген кісілер бар ма, сондай кісілер? Сондай қорқынышы бар кісілер. Ақша келеді, бірақ жататын жерлерде көбейіп кетеді. Тамаша. Так. Не болып қалды деп сізді іздеп кеттім ғой дейді. Соны елдің бәрі шулап маған жазады. Не болды, мен өзім түсінбеймін, не болып қалған деп сөйтсем айтады. Мен банкрот болып үйде отырып қалдым, менде қорқынышым үлкен, қайта бәріне жетем, неден бастаймын білмеймін дейді. Панический атака бар. Сізге хәл сабағы Алла қаласа көмектеседі. Хәл марафонына қатысыңыздар. Панический атакасы бар адамдар. Панический атаканың аяғы рак немесе зоб. Если это вам надо. Орамалға келдім, анам түбегейлі қарсы араласпаймын дейді, күйеуім жақсы қарайды дейді. Аллахтан дұға қылыңыз, анаңызды Аллах бетін беріп қояды ғой. Тоқ көрсем қорқамын, Айжан ханым. Қазір біз осындай авариядан қорқам. Дәптерлеріңізді жазып қойыңыздар, ешкім қандай қорқынышпен қорқады. Мына қараңыздар, қорқыныштың екі түрі бар, иә. Біреуісі, то есть біреуі бұрынғы болған бір қорқыныш денеде қалып кеткен. То есть авариядан қорқам, тоқтан қорқам, пышақтан қорқам, иттен қорқам дегендер бұл когда-то өмірде болған, бұны табу оп-оңай. Біз қазір екі қорқыныш бар. Екіншісі қандай? Белгісіздіктен қорқу. То есть ақша жоқ болып қала ма деп қорқам, жалғызға кетем ба деп қорқам. Бұл басқа, иә, сезім деңгейіндегі қорқыныш. Тән деңгейінде, мысықтан қорқам, бұл тән деңгейіндегі қорқыныш. Сезім деңгейіндегі қорқыныштармен жұмыс жасау үшін бізге уже хәл марафонына керек. Мысалы, ақшам бітіп қала ма деп қорқады, ажырасып кетем ба деп қорқам, жалғызға кетем ба деп қорқам деген сезім деңгейіндегі қорқыныштарымға хәл марафоны. Ал енді тән деңгейіндегі иттен қорқам, газ баллоннан қорқам, пышақтан қорқам, жаңағы мышықтан қорқам,
жыланнан қорқам дегендер, ол кісілерге оны 6 секунд ол тез-ақ кетіп қалады. Енді хал марафоны қорқынышы бар адамдар ойланбай қатысу керек, ойланбай қатысу. Не үшін? Қорқыныштың аты диагноз, қорқыныштың аты зоб, қорқыныштың аты рак, қорқыныштың аты миома, қорқыныштың аты полип, қорқыныштың аты гастрит 100%, туберкулез. Бұның барлығы қорқыныштардан келетін шығатын аурулар. Менде доброкачественный опухоль дейді, жасым 27. Ну, доброкачественный болса, тіпті айтуға да келмейді, ол кәдімгі обычный диагноз ғой. Гүлбек Серіковна, апай жұмыссыз қалдым, табысым 0, қорқып отырмын, ақшасы. Немедленно марафонға қатысу керек. Келінім мысықтан қорқады. Так. Кім айтты саған панический атака рак болады деп, 30 жыл жүргенде. Панический атака рак болады. Рак болмаса да панический атака 100%, зоб, астмаға алып келеді, 100%. Мен бұл салада оқыған адаммын, қыздар. Сондықтан үйде отырып, бұл бәрі өтірік, анам мынау деп, давайте, я не спорим. Мен 1045 адаммен жұмыс жасап отырмын. Сондықтан так, мен былай айтайын. Бүгін біз қандай сұрақтарды талқылаймыз. Қазір біз мына сұрақты талқылаймыз тағы да. Дайын болыңыздар. Қарыздан қалай құтыламыз? Тағы да келесі бізде запрос қандай? Қазір тағы да қояйын. Бүгін қалай уайымды тоқтатамыз? Миымыздағы уайымды қалай тоқтатуға болады? Терең демалып отырыңыздар. Қастарыңызда желательно мысық, кішкентай бала зыңдап, жылап, сықтап, айқай шулап болмаса, тіпті жақсы тыныштықта отырсаңыздар, бұл почти тегін терапия болады. Енді кім қалай пайдалана алады, соған байланысты деп ойлаймын. Давайте терең демалып отырыңыздар әзірше. Терең демаламыз. Кімнің қандай уайымы бар? Қағаз бетіне жазып қойсаңыздар болады. Мен пока сіздерге қазір қайда қалды? Пока сіздерге бір не қояйын. Триггерге байланысты қорқынышты оятатын бір видео қоямын қазір. Тыңдап, қарап көріңіздер. Просто терең демаламыз, просто тупо смотрим. Мен қазіргі видеоны қойған кезде, мына жеріңізге бірдеңе қысылып келуі мүмкін, жүрегіңіз айнуы мүмкін, асқазан шаншуы мүмкін, ішіңіз бүрігуі мүмкін, немесе кеудеңіз тарсылдауы мүмкін, аяқ қолыңыз ұюы мүмкін. Давайте, достар, мен қазір видеоны қойған кезде просто тупо отырып, денеңізді тыңдаңыз. Мені тыңдамаңыз, маған қарамаңыз. Мына көзіңіз мына жерде болсын, бүкіл миыңыз, фокусыңыз өзіңіздің тәніңізде болсын. Сіздің денеңізде осындай страхтар, осындай бір блоктар бар ма? Біз осыны қазір анықтайтын боламыз. Вообще, денежный блок деген нәрсе жоқ, өтірік әңгіме ол. Денежная энергетика деген нәрсе жоқ, оның бәрі өтірік әңгіме. Блок деген не? Денежный блок деген не? Адамның денесінде ақшаның блогы деген нәрсе жоқ. Адамның денесінде қорқыныш қана болады. Мысалы былай айтайық, детствоға байланысты, мысалы қараңыз, кішкентай кезінде жоқшылықты көп көрген қыз, бұны күнде естіп жатсыздар, көп көрген адам өскен кезде любой ақшаны жұмсаса, қайтадан 5 жастағы жоқшылыққа. Қараңыз, 5 жасымда мен қатты қысылдық ақшадан көрдім, әкемнің қиналғанын көрдім, шешемнің қиналғанын көрдім, мен қатты қиналған анамды аядым, сол примерно айтып жатырмын да. Енді қараңыз, осы эмоция, аяныш, анамды аяу, қорқыныш, анамның түріндегі қорқынышты мен қабылдап аламын. Анам қорықты, анам уайымдады, анам жылады, немесе күйеуінен таяқ, папамыз, анамыз ұрған кезде біз шешеміз аямыз, өліп қалады деп ойлаймыз, қорқамыз. Кішкентай бала ойлайды, бітті өлді дейді да, үлкен адам болса, бір өліп бір қалсын дейді. Кішкентай бала ойламайды, мен мамам өлейін деп жатыр, папам өлтірейін деп жатыр. Енді қараңыз, осы менің тәнім, миым ештеңкені есте сақтаймын, ұмытылып қалады. Мысалы қараңыз, бүгін мен кішкентай баланы шапалақпен ұрасың, ертесінде оған келе шоколад десең, ол шоколадты жеп, қайтадан сені құшақтап отырады. Бала тез ұмытып қалады. Бірақ бала, ми, сана ұмытқанмен, бейсана, түпсана ештеңені ұмытпайды. Бүкіл дене ұмытпайды. Эмоцияның барлығы денеде қалып кетеді. Мысалы үшін зорлық мәселесіне байланысты. Кішкентай кезде зорлық көрген қыздар өскен кезде махаббатпен күйеуге тиеді, бәрі нормально. Но біраз уақыттан кейін ол төсек қатынасынан қаша бастайды. Күйеуі ұстаса жиіркенеді, жақтырмайды. Өйткені тән помнит. Еркектің қолы тисе, мне больно, мне стыдно, мне позорно, мне плохо, мне противно. Осы состояниені дене ұмытпайды.
Сосын айтады, өскен кезде айтады, мен күйеуім арақ ішеді, сол үшін мен онымен жатқым келмейді да. Немесе күйеуім үстінен иіс шығады, мен жатқым келмейді. Негізі иістің де арақтың түк қатысы жоқ. Ненің қатысы бар? Бала кездегі тәндегі қорқыныш оянады. Түсінікті айтып жатырмын, иә. Ақшамен қарым қатынаста осындай. Бұл қазір өте бір тереңірек сабақ болады деп ойлаймын. Кішкене қиындау сабақ болуы мүмкін. Сондықтан мына жерге құрбыларыңызды, ақшадан, қарыздан қиналып жүрген таныстарыңызды, туыстарыңызды, ұлдарыңызды, қыздарыңызды, келіндеріңізді полный шақырсаңыздар болады. Өйткені мен қазір қорқынышпен терапиялық жұмыс жасаймын. Бұл терапиялық жұмыс тегін сіздерге беріледі. Осы жұмыстың өзінен ақ сіздің 30-40 жыл арқалап жүрген қорқынышыңыз 5-ақ минутта жоқ болып кетуі мүмкін, иншаллах. Көбісінде жоқ болып кетеді, гарантия кетеді. Ну, не у всех может быть, да. Сондықтан да бұл тегін психологтың консультациясында отырғандай сезімде отырыңыздар. Қазір сізді не мазалап жүр? Неден қорқасыз? Күйеуіңізге қаншалықты сенесіз? Қаншалықты балаңызға сенесіз? Қаншалықты өзіңізге сенімдісіз? Қаншалықты уайымшылсыз? Осы сұрақтардың барлығын біз қазір қозғайтын боламыз. Мен қазір видеоны қоям. Демалған кезде кеудемен демалмаймыз. Ішпен демаламыз, ішпен демалу дегенде ауа жұтқанда ішімізді ауаға толтырамыз. Осы диафрагма дұрыс болған кезде, ауа жұту процесін біз дұрыс жасаған кезде не болады? Біздің миымызға ауа бірден барады, кислород бірден барады. 4 рет, 5 рет, 10 рет басың айналып қалады. Это состояние альфа. Кім альфа состояниеді кіруді үйренетін болса, ол адамның орындалмайтын арман мақсаты болмайды. Өйткені альфа состояние, мысалы қараңыз, мен өзімнің садигім болса деп армандаймын. Мен не істеймін? Так, дәптерді аламын. Менің садигім бар. Садиктің аты бақытты бала деп аталады. Садиктің зданиясы 1000 квадрат метр. Садикте 25 адам жұмыс жасайды. Біздің садикте ай сайын 70-100 баладан келіп тұрады. Все подробно пишем. Енді осы садиктің дизайны қандай? Далаға келген кезде садиктің сырты қандай? Бақытты бала деп жазылып тұр. Хорошо. Сіз ондай садикті визуализировать етіп, сіз ол жерге воспитательницаны көріп кетуіңіз де мүмкін. Это уже неправильно. Бізге не керек? Менің өзімнің садигім керек. Мен ешкімнің қоластында істегім келмейді. Біз не істейміз? Садикті елестетеміз, машинамен келеміз, машинадан түсеміз, садик тұр, бақытты бала, дворда балалар ойнап жүр, ішке кіреміз, екінші этажға көтерілеміз, директор Тұрсынбаева Айнұр, четко көреміз, директор Тұрсынбаева Айнұр, кіреміз, есіктің алдында секретарша отыр, секретаршаға айтамыз. Это визуализация, секретаршаға айтамыз. Маған бір кесе шай әкеліп бере сал дейміз, и кабинетке кіріп өзіміз отырамыз. Этот момент, міне даладан келдік, кірдік, почувствовали, кірдік, бөлмеге кірдік, отырдық, и в этом моменте начинаем визуализировать. То есть осы моментті ұзағырақ ұстаймыз. Мен директормын, алдында компьютер тұр, мына жерде документтер тұр, мына жерде телефоным жатыр, все четко болу керек. И осы директор креслода отырған, креслом жайлы, мягкий, качаться етіп, сондай качеля кресло, я прямо чувствую осыны. Осы моментті ұзағырақ состояние түсінеміз. Егер адам альфа состояние болмаса, бұндай визуализация жасаймайды. Ол жасайды, машина дейді, машина түсіргенде еді, қалай еді, ол түсіне алмайды. Өйткені ми бізге всегда мешает. Ми бізге бөгет жасайды. Бізге керегі подсознательный программа. Бізге керегі подсознанияның есігін ашу. Өйткені программаның барлығы подсознанияға жазылады. Біздің подсознаниямыз қазір подсознанияның аузында қарақшы, охранник тұр. Ми деген қақаңдап тұр. Біз визуализировать машина істеймін, машина, мынау менің садигім дедім, мен айтады, қуа бермеші оттап, сен үйіңде даже нормально мебелің, диваның жоқ, қайдағы садикті оттап отырсың дейді. Ми бізге всегда мешает. Или болмаса күйеуің алқаш, өзің түк жұмыс істемейсің, бірдеңе кішкене миыңа кіретін нәрсе жасасаш, сол садикке бір әшейін бір заведующий кірсең де рахмет айт деген сияқты ми бізге подсознанияға не подпускает. Если кімде кім хал марафонына қатысып өзінің подсознаниясына баратын жолды тауып алып, подсознаниясының есігін ашып, соның ішіне кіріп, сол состоянияға кіруді үйренетін болса, иншаллах, Аллахтың қалауымен
максимум 1 жылдың ішінде мүмкін емес. Америкада тұрғың келе ма, тұрасың. Менің өзім сіздерге примермін. Мен міне Стамбулда тұрып жатырмын. Менің қасымда міне менің сабақтарыма қарап жүрген Айым келді, тұрып жатыр Стамбулда. Даниярлар келді, тұрып жатыр Стамбулда. Ғалымбектер келді, тұрып жатыр Стамбулда. Өте көп адамдар келіп жатыр теңіздің жағасына. Сол үшін мүмкін емес нәрсе жоқ, мүмкін емес. Мен енді өзіме теңіз ұнайтын болғасын мен Стамбулды визуализировала. А так я могла бы Америкада тұрғым келеді десем, тұра аламын. Сіз де тұра аласыз, сен де, бәрі де жасай алады. Адамның миының адамнан айырмашылығы жоқ. Бәріміз бір қоғамда өмір сүреміз, бір тамақты жеп жүрміз. Бәріміз де сол қазақ тілі оқығанбыз, бәріміздің сол математика оқығанбыз, бәріміз сол бір президент, бір налоговый, бір финполиция, бір полиция, бір гай, бір жол Қазақстанда. Барлық жерде бір сон, менің жеке өзімнің соным жоқ, жеке мектебім жоқ. Бәріміздікі бірдей. Бірақ менің ерекшелігім неде? Қайшаның, Нәзираның, Назымның, миллиард жасап жатқан қыздардың ерекшелігі неде? Олар айтқанды жасайды. Олар подсознанияға программа кіргізе алады. Негативті состояниеде ұзақ бола алмайды, негативтен шығып кете алады. А бізде қазақтар айлап, жылдап, жылы негативте жүреді. Құдай-ай, қымбаттап жатыр. Продукты қымбаттап жатыр. Квартплата қымбаттап кетіпті. Өмірі жеткізбейді. Өмірі бір тек көзімізді ашпадық қой. Bir кредит жауып біте алмадық. Жыланамыз да жүреміз да. Это все состояние. Марафонның аты хәл, марафонның аты состояние. Кім состояниеге кірмесе, ешқашан состоятельный бола алмайды. Состоятельный деген сөзді қалай аударамыз? Бай адам, состоятельный адам, состоявшийся адам. Түсінікті, комментарийді бір қосамыз. Қазір біз сабағымызды бастаймыз, терең дем аламыз. Дыхательный упражнение терең жасаймыз. Хәл марафонына қатысқан кезде 28 күн дыхательный упражнение, не үшін жасаймыз? Подсознанияның есігін ашу үшін. Дыхательный упражнениені дұрыс жасағанда, диафрагма дұрыс болғанда, біз подсознанияға резко келеміз. Подсознанияға қалай кіреміз? Альфа состояние арқылы кіреміз. Альфа состояние арқылы кірген кезде, альфа состояниеда қандай аффирмация, қандай визуализация айтылады, барлығы подсознанияға жазылады. Түсінікті ма? Хәлге қалай кіруді қазір мен айтам. Бүгінгі сабағымыз енді Алла разылығы үшін бір бонус ретінде мен аян қалмаймын. Хәл марафонында күшті ақпарат болады, мына жерде жаман деп айтпаймын. Сондықтан мына жерде отырған 2000-ға жуық адам, вам просто повезло. Бұл сіздерге марафонға қатыспасаңыз да менің көңілім баяды. Субханалла, Құдай сіздердің 15 000 теңгелеріңізге менің күнімді қаратпасын, менің ақылыма да сіздерді қаратпасын. Просто на расслабоне отырып, менің бәленбай миллионнан сатып алып жүрген сабағымды осы жерде тегін алып қалсаңыздар, бұл да бір мүмкіндік. Если мынау маған мен жетпей қалды, тоймай қалдым, мынау маған керек дүние дейтін болсаңыз, онда келіп қатыса беріңіз. Сабақтың құны 14.990 теңге. 12 айға да бөліп төлеу бар, 6 айға да бөліп төлеу бар. Бұл марафон бағасының өте арзандығына қарамай, психологтың 40-50 терапиясын занимать етеді. Бұл марафонға қатысқан адамдар қорқыныштарынан біреулер 100% арылады, біреулер 90, біреулер 50. Однозначно қорқыныштар азаяды, уайымдар азаяды. 100% біреуге самооценкасы көтереді, біреудікі 50%. Ну, у кого как. Но гарантия берем. 28 күн хәл марафондағы дыхательный техниканы жасаған, 28 күн альфаға кіруді жасаған, 28 күндік аффирмация, визуализацияны жасаған адам 6 айда оның мышлениясы, ойы мүлде бөлек адам болады. Өздеріңіздің туысқаныңыз, басқаңыз айтатын болады, мә сен мінезің басқаша болып қапты, сенің түрің басқаша. Гарантия берем, сіздің түріңізде де, тіліңізде де, ойыңызда да, бойыңызда да Алла қаласа результаттар болады. Алла қаласа, олай болса қазір терең дем алыңыздар. Осы жерге қазір біз триггермен байланысты жасаймыз. Ең жақын құрбыларыңызды кімге жаныңыз ашиды, кімге үлкен жетістік тілейсіз. Былтырғы отқан Меккеге неге бармады әлі? Өйткені өздері қалап атқан жоқ, көбісі ақшасын алып жатыр. Одан кейін бізде Меккеге жолдама ұтып алған 100-ге жуық адам бар. Сондықтан 100-ге жуық адамды бірден беретін мүмкіндік жоқ. Біз 4 адам, 5 адамнан жіберіп жатырмыз. Біз қазір 50-60 адамды жіберіп қойдық. Енді аз қалды. Көпшілігі ұзақ күте алмаймыз. Ақшасын беріңіз деп ақшасын алып жатыр. Толық сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Дыхательный упражнениені дұрыс жасағанда, диафрагма бәрі дұрыс болған кезде бас айналады. Бас айналған кезде өзі бас айналатын уақыт ұзаққа бармайды. Бұл 3 минут, 4 минут. Осы 3-4 минут сіздің 30-40 жыл өміріңіздің программасын жасауға жеткілікті. Түсінесіздер ме?
бұл кәдімгі 28 күн марафон сияқты, бірақ өзім өткізем 28 күн бойы. Бұл терапиялық, медитативтік, глубинный сабақ. Қазір қарызым 28 миллион, визуализация жасау қиын, қалай несі, точно айтып берем. 28 миллион ерунда, шындап берсеңіз ерунда болып қалады. Так, мен алдым сабақты күтіп жүрмін, өзгеремін. Ал аяқ ауруларға болады, әлбетте болады бәріңізге. Комментарий өшірем. Ойбай, бісміллә. Комментарий өшірем. Кеттік. Дыхательный упражнение жасаймыз. Құрбыларыңызды, достарыңызды, ұлдарыңызды, келіндеріңізді, сіңлілеріңізді, мамаларыңызды шақырыңыздар. 2 минут уақыт берем. 2 минуттан кейін видео қоям. Видео кезінде не істейсіздер? Қараңыздар, қыздар, жігіттер, ер азаматтар. Видео басталған кезде пока дышите 2 минут. Кімде-кім дыхательный упражнениені качественно, сапалы түрде жасап үйренетін болса, ол адам ешқашан қорқынышпен ұзақ жүрмейді. Жаман состояниеде ұзақ жүрмейді. Дыхательное упражнение сізді басқа состояниеге, басқа халге бірден өткізіп жібереді. Сонда терең демаламыз, кәнекей терең демаламыз. Пока дышым. Қазір видеоны қосамын. Видео қосылған кезде кімнің жүрегі қысылады, кімнің жүрегі айниды, кімнің асқазаны шаншиды, кімнің іші бүреді, кімнің тамағына өксік келеді, кімнің кеудесі қағады, соны сезініп отырсаңыз болғаны. Бұл қазіргі видео сіздің денеңізде қаншалықты қорқыныштың бар екенін қазір диагностика жасайтын видео. Сондықтан давайте дышим. Басыңыз айналғанша дышите, қыздар, все дышим. Қорықпай барлықтарыңыз смело дышать ете беріңіздер. Қорықпай дышите. Кәнекей кеттік. Дышим, терең демаламыз. Терең демаламыз. Терең демаламыз. Терең демаламыз. Терең демаламыз. Дышим. Терең демаламыз. Терең демаламыз. Демалған кезде Құдайдың берген ауасын молынан жұтыңыз да, ішіңізден молынан шығарыңыз. Іштегі негативті стақаман қараңыз. Прямо мощный рухпен, күшпен, жаны бар адам сияқты жасаңыздар, я? Давайте кеттік, жасаймыз. Мен қазір видеоны қоям. Видео қойған кезде тәнімізді, тәнімізді байқаңыздар. Денеңіздің қай жерінде жайсыздық бар. Потом маған айтасыздар, потом сонымен дальше біз жұмыс жасаймыз. Кеттік. Қасыңызда ушу болмасын. Наушник болса құлағыңызда тіпті жақсы. Бірінші тыңдап аламыз видеоны, одан кейін көзіңізді жұмып, телаңызды анықтайсыз. Мына видеоны қоям, кеттік, бисмилля.
көзімізді жұмамыз. Көзімізді жұмып, ал тәнімізді, денемізді анықтаймыз. Қай сөзге біздің денеміз дір ете қалды, жүрегіміз қысылды, қай сөзге вам плохо. Көзімізді жұмып анықтаймыз, потом пишем, комментарийға жазсаңыздар болады. Сіздің сақтығыңызға қатысып, мүмкін емес деген арман мақсаттарыма 2 жылда қол жеткіздім, рахмет сізге дейді. Арман таусылмайды, мақсаттар биіктей береді, сондықтан тоқта қалмаймыз. Дальше өлім, красотка, жалғыздық. Маған жалғыздық, өлім деген айтпаңыздар. Тәніңізде, денеңізде қандай өзгерістер болды, соны айтыңыздар. Кімнің жүрегі қысылды, бас шұбырлады, молодец. Ақшасыз қалу, красотка айдана, молодец. Серікқыз Айкүнім, өлім, ішімдік, молодцы. Өлім, жалғыздық. Терең демалыңыздар, терең демалыңыздар. Қазір кішкене болезненный терапия болады. Терең дем. Қорлық дегенде жүрегім зырқ ете қалды. Бала кездегі бір қорлық, өлім, жалғыздық, ішімдік. Мына видите, осынша негативпен адамдар, осынша негативпен спокойно өмір сүріп бай боламыз дейсіздер ғой. Қайдағы байлық, жанның тыныштығы жоқ жерде қайдағы байлық, қайдағы бақыт, қалай сен бала шағаң қызығын көрем, қалай күйеумен бақытты болам деп ойлайсың. Когда сенің тәнің мынандай айдаһарға тәнің ішіне кіріп кеткен болса, қалай. Басым қысты, ішімді күдіс келіс. Басым қара зілдей болып тұр. Жүрегім ішке тартты, өксік пайда болды. Басым тырысып қалды. Суықтан тоңғанда денем тітіркенді. Красоткалар. Көзімізді жұмамыз. Қыздар екен, өліммен соғысқа денем тітіркенді. Денесі тітіркенді, басы қысқан. Денесінде реакция болған қыздар. Көзімізді жұмамыз, кеттік. Көзімізді жұмамыз, кеттік. Көзімізді жұмамыз. Көзімізді жұмамыз. Терең демаламыз. Қолымызды эмоция болған жерге қоямыз. Басыңыз қысылса басқа қоямыз. Өкпеңіз қысылса өкпеге қоямыз. Кеуде қысылса қолыңызды сол жерге қойыңыз. Кәнеке. Кезіңізді сол жерге қойыңыз. Қолыңызды сол жерге қойыңыз. Басым дыңылдап кетті, көзімді жұмып отырды, молодцы. Ішімде қорқыныш пайда болды, рак, молодец. Видите, денеде есть блок деген осы. Мидан қалай алып тастаймыз, осы ойлады. Қазір айтамын, асықпаңыздар. Жолдасым ішкілігінен қорққан, бүкіл денем дірілдеп кетті. Мұрным ашыды менің. Жай шығып жатыр даусыңыз дейді. Ішім пісіп кетті, қашан бітеді деп. Онда шығып кетсеңіз болады. Аяғым үйіп қалды, это тоже сопротивление. Маткам, молодец. Комментарий düşіреміз. Қорқып тұрған денеңізді ұстаймыз. Денеңіздің қай бөлігінде эмоция бар, сол бөлікті ұстаймыз. Қолымызбен ұстаймыз, кеттік. Қолымызбен ұстаймыз. Неприятно болып тұрған жерді ұстаймыз. Мен айтқан сандардың ішінде бір санды қабылдайсыз. 5-6 ойланбаңыздар, тіліңіздің ұшына қай сан келеді, цифра. Сол цифраға жабыса саламыз, болды. Задание осы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қайталаймыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қай сан сіздің тіліңіздің ұшына келеді? Сонша жастағы өзіңізді тауып алыңыз. Іздеудің керегі жоқ, просто тупо көз алдыңызға өз кішкентай ғана өзіңізді елестетесіз, болды. Қандай көйлек киіп тұр, елестетеміз. Оның ондай көйлегі болмаған деп ойланбаймыз. Тупо подсознание бүкіл ответті бізге береді. Сура сол жастағы кішкентай қызды тауып аламыз, кішкентай ұлды немесе тауып аламыз. Ол қыз қорқып тұр. 100% гарантия, ей страшно, ол қорқып тұр. Немесе ол жылап тұр. Немесе ол уайымдап тұр. Немесе ол бір жерде тығылып тұр. Яғни ол қыздың халі жақсы емес.
Өйткені сол қыздың, кішкентай қыздың бойына кіріп кеткен эмоция қазір сіздің денеңізден білініп тұр. Значит, ол қыздың бойында сол бір қорқынышты энергетика бар. Кішкентай қыз неден қорықты, кімнен қорықты? Сіз ол қорқынышты сол қыздан міндетті түрде дәл қазір тауып ала аласыз. Ол қызға не болды? Кім оған тиісті? Кім оны қорқытты? Сол қызды тауып аламыз. Сол қыздың көзіне қараймыз. Мен айтамын, дауыстап айтамыз. Мен сенен кешірім сұраймын, жаным. Сені ұмытып кеткенім үшін кешір. Мен енді сені тастамаймын. Бұл оқиғаның саған ешқандай қатысы жоқ. Мен сені қорғаймын. Мен үлкейдім. Күшім бар. Ақылым бар. Үлкен адаммын. Сені қорғауға менің шамам келеді. Мен осы уақытқа дейін бәрінен қорқып келдім. Енді олай болмайды. Мен саған көмектесем, мен сені қуантам. Мен сенің барлық жағдайыңды жасаймын. Саған қуануға, ойнап еркелеуге рұқсат. Кішкентай ғана қызды құшақтаймыз. Кішкентай ғана қыздың жүрегінің соғып тұрған соғысын естіңіздер. Жүрегі соғып тұр. Мен сені тыңдап тұрмын, жаным. Мен сені сезіп тұрмын, жаным. Сенің қорқып тұрғаныңды көріп тұрмын, жаным. Мен сенің қасыңдамын. Кішкентай қызға әдемі көйлек кигіземіз. Әдемі туфли кигіземіз. Бантик тағамыз. Қыдықтаймыз. Еркелетеміз. Қолына доп беріп ойнатамыз. Кәдімгі қуантамыз. Сықылықтап күледі ол, ойнайды. Осы бір әдемі моментте аузымыздан негативті шығарамыз, көзімізді ашамыз, оңға солға қараймыз. Көзіңіз ашық болса, ештеңе етпейді. Просто оңға қараңыз, солға қараңыз. Бұл разбор өте удачно болған кезде сіздің айналаңыз жап-жарық болып кету керек. Жап-жарық болды ма айналаларыңыз? Көздеріңіз жап-жарық болды ма? Кәнекей жазыңыздар. Лоқсыдым, молодцы қыздар. Мен системада отырдым, жазсам болады, бәріне болады. Так, кімде қандай эмоция болды? Кімде қандай эмоция болды? Фото ауыспайды екен, күшті болдым. Жыладым, молодец. Кім жылады? Қол көтеріңіздер. Кім жылады? Жыладым, красотка. Жыладым деген сөз, мен өзімнің эмоциямнан 30-40%-ға уже арылдым деген сөз. Боль, көз жас, слезы, жаспен шығады, жеңілдеп қалдым, жыладым, жүрегім шаншып кетті, красоткалар. Молодец, жыладым. Жарқын Апсат қызы, жыладым. Осындай больмен жүре беру, психологқа бармай, емделмей, әшейін мен бай болып кетем деп салпылдап азаннан кешке шейін жұмысқа барып, сабаққа барып жүре беру деген, бұл адам өзіне жасаған қастандығы ғой. Тамағыма жас тығылып қалды, шығару керек, шығарамыз. Ішім жылынып қалды, тамағыма тығылды, жыладым. Кішкентай қыз менің күнде ойным, көзімнен жас шықты, жыладым. Тамағыма тұрып қалды, жыладым. Зеваю, слезы идут дейді. Так, біз қазір бір екінші упражнение жасаймыз. Екінші упражнение жасау үшін қастарыңызға орындық әкеп қойыңыздар. Қысып кетті денем. Жыламау норм. Вы просто не готовы. Подсознание әлі дайын емес. Менде балық шақта қорқыныш болмаған, тіпті жақсы болмаса, бірақ в основном қорқыныш болмаған деген кісілердің 90%-нан кейін қорқыныштар оянады. Мен автобуста келемін жолда дейді. Хорошо, қызым ішім ауырып кетті дейді. Нормально, кет қалады ол. Оған уайымдамайды. Аяғым тас болып кетті, страх.
жылағым келіп жылай алмадым, кішкентайымда әлі мұңайып тұрғаным көз алдымнан кетпей тұр ғой дейді. Қуантамыз, от души қуантамыз. Тамағыма тұрып қалды. Тамағымызға тұрып қалған қыздар былай істаймыз. Тамақты ұстаймыз, шығарамыз, оны шығарып тастауға болады, қолдарыңыздан келеді. Бала кезім есіме түсті, 7 жасым арқалап бақа салып көрші қыз тағдыры тостағанша есіме түсіп, аяқ асты ұмытып қалдым, өзімді аяп кеттім. Молодец. Это есть разбор. Кішкентай қыз сенбеген сияқты, мені оны қорғайтын. Сол сенгенше жұмыс жасаймыз. Сенбеген қыздар хал марафонына қатысасыздар, придется қатысуға. Мен қатыс десем де демесем де қатысуларыңыз керексіздер, жандарыма. Ондай кішкентай ішіңіздегі ребенок страдает, ішіңіз плохо, жаныңыз қысылып тұр, тамағыңыз солқылдап тұр, сөйтіп тұрып көйлек алам дейсіз, тамақ алам дейсіз, жаныңызда тыныштық жоқ, жан дүниеңіз ауырып тұр да. И соған қарамастан сіз әдемі киініп алып бақытты адамның образын ойнағыларыңыз келеді. Соған қарамастан бай болғыларыңыз. Но это невозможно, мүмкін емес. Садиктегі кезім көзіме келді ғой, белім мен ішім ауырып кетті, красотка. Видите, тән деген реакция береді. Екінші бір нені көрсең, мама больницаға жатарда басы биттемесін деп шашымды қып-қысқа қырып мамамды уайымдаған. Молодец. Кішкентай мынандай нәрсе бар. Көбінесе біз қыздармен жұмыс жасаған кезде, мысалы күйеуім мені жақсы көрмейді деп айтады да қыздар. Сосын сен өзіңді өзің жақсы көресің бе? Я өзімді жақсы көремін, өзімді бүйтемін деп айтады көп қыздар. Соның балалық шағында көбінесе шашын тақырлап алып тастаған қыздар, немесе жаңағы мамасы көршінің қыздарының көзінше ұрған қыздар самооценкасы түсіп кетеді. Позор болдым, страх позора болды. Әке шешесінде арақ ішетін не жағдай болса, ондай қыздардың 99%-ында страх позора болады. Мен позор боламын. Мен папам арақ ішкенін басқа көріп қоймас екен, басқа біліп қоймасын. Кішкентай кезде жасырып тығып сөйтеміз ғой біз. Осы жасырып тығу қалып кетеді. Көбінесе бала кезінде әкесінің арақ ішкеніне намыстанған қыздар кейін күйеуі арақ ішетін болады. Сол үшін намыстанып соны жасырып тығып жүреді. Все продолжается, бәрі жалғасады. Эмоция, негатив, позитив, бәрі жалғасады. 5 жасар қыз қорқып столдың астына тығылып отыр, оянып қалса шығарамыз, ақ жарқын шығарамыз. Күйеуім де қатысса күшті болар еді. Пока сіз қатыса беріңіз, потом көреміз, иә. Көз алдыма 7 жастағы кезім, тойдағы күліп жүрген кез. Молодец, осы қалпында қалдырып кетеміз. Мамам ұсқан кездері есіме түсті дейді. Ешкім қоспайтын сынымды сол есіме түсіп жылағым келіп кетті, әкем ішетін. Страх позора, страх одиночества, Гүлбекова. Күйеуім арақ ішкенде қатты қорқамын. Менің де тақырбас болған қыздардың өскен кезде мен сұлу емеспін, түрім жаман деген бір состояние қалып кетеді көбінесе. Оны ояту керек, оны шығару керек, іштегі сәбиді тірілту керек, самооценкасын көтеру керек, қуанту керек, оның махаббатқа бөлу керек қыздар. Марафон бағасы 15.000 теңге, бір жылға бөліп төлейтін болсаңыздар, айына 1200 теңгеден түседі. Ойлаңыздаршы. Қызды көтеріп қатты қуандық. Молодец, құндыз. Енді келесі упражнение көрсетейін. Денеде блок бар екенін тағы қалай білуге болады. Қастарыңызда кімнің қасында орындық бар? Бар ма? Бар ма орындық? Ағам тескен, сол есіме түсіп жыладым, красотка, молодец. Кетеді, бәрі кетеді қыздар. 5 жасыма басыма балта түскен екен, сол есіме түсті ғой дейді. Видите, менің қорқынышым жоқ, ештеңке есіме түспейді деген қыздар болады. Қараңыздаршы, міне осы жерде 2000-нан аса адам отырсыздар. 2000-нан аса адам, қараңыздаршы, қанша эмоция оянып жатыр. Қаншама адам, тән деріңіз, ақша табатын, маған көршім емес, күйеуім емес, басқа мен ақша табам деймін, иә? Мен мына денеммен, мына миыммен, мына қолдарыммен, осы жүрегіммен, осы организммен ақша тапқым келеді. Бұл организм, бұл тән қорқынышқа тоғып қалған. Жаман эмоция ұйықтап, қуыс-қуыста жатыр. Мен ол білмеймін. Азаннан кешке шейін салпылдаймын, жұмыс істеймін, жүрмейді. Азаннан кешке шейін бірдеңе сатқым келеді, жүрмейді. Миллионер боламын, бола алмаймын. Не үшін? Тәнім ауыр. Ана Естайдың әні бар еді ғой, япырмай қартайдым ба, денем ауыр дейді. Вот осындай дене ауыр, дененің ауыр болған кезде, дене ауыр болған адамда не везет. Денең ауыр болып тұра ма? Ол очередке барса, очеред келмей қояды, машина күтіп тұрса, машина келіп болмайды, машина сатып алса, ол бұзылып қалады, ақша берсе біреуге алданып қалады, бірдеңе алып кетсе, ол өтірік болып шығады, жұмысқа кірейін десе, кіре алмайды, ақша табайын десе, таба алмайды, қарызды жабам десе, жаба алмайды. Яғни не істесе де артқа кете береді. Ямаға түсіп кеткен кезім есіме түсті. Осы ямаға түсіп кеткен кезім есіме түсті. Әлі дірілдеп қорқып отырмын, тамағыма қатты тығылып қалды деген қыздар. Барлықтарыңызға хәлге қатысу керек. Хәл біткеннен кейін тағы басқа марафондар болмай, постоянно қатысыңыздар. Психологиялық, терапиялық марафондардан қалмай емдеңіздер. Емдеу керек өздеріңізді.
эмоция жоқ, ішімізде толып қатып қалған ау деймін. Эмоция жоқ болғанда мүмкін сіз көп марафондарға қатысып, көп техника жасаған болуыңыз мүмкін, немесе полностью закрытый болуыңыз мүмкін. Бұның енді бір екі несі бар. Үйімізде дым тамақ жоқ, газ свет, мына өтірік. Гуля деген кісі күніге жазады, мен күнде блог қоямын, бұл кісі күнде бір парақша ашып кіреді. Почему-то менің есіме түнде далаға шыққанда кішкентай аппақ мысықты көргенмін, сол кезде қатты қорқам. Сол молодец. Сіз әлі күнге шейін балықтан қорқасыз, иә? Балықтан деп мысықтан. Молодцы, қыздар, молодцы. Мен еш нәрсе сезінбедім. Нормально. Постепенно сезінесіздер. Енді келесі упражнение. Просто тұрамыз, орнымызда тұрамыз. Просто тупо тұрамыз. Қанекей. Орнымыздан тұрамыз. Мысалы үшін былай тұрамыз. Менің қасымда міне орындықты қойып қоямын. Былай орындықтың қасына былай тұрамыз. Осылай тұрыңыздар. Тұрамыз. Просто тұрыңыздар. Кәдімгідей артыңызға орындықты қойып қойыңыз. Орындықтан тұрамыз. Диван ба, орындық па, не важно. Просто тұрамыз. Алдыға қараймыз, көзімізді жұмамыз. Кәдімгідей тұрамыз. Алдымызға қарап, көзімізді жұмып, просто тұрамыз. Кәдімгідей кеттік. Тұрамыз. Орындықтың алдына тұрамыз. Денеміздің қаншалықты әлсіз екендігін, бұндай денелер, бұндай адамдар, денесі әлсіз адамдар ешқандай ақша таба алмайды. Олар өз-өздеріне сенімсіз. Бұл ешқандай қолынан боқ келмейді дейді қазақтар. Не істесе де ешқандай нәтижесі жоқ. Беті жылтырайды, түрі әдемі, фигурасы күшті болуы мүмкін, бірақ жан дүниесінде тыныштық жоқ, рух өліп қалған. Яғни өз-өзіне сенімсіз сондай адамдар. Орындықтың қасына тұрамыз, кәдімгідей тұрамыз, көзімізді жұмамыз, тіке қараймыз, тұрамыз. Артымызда орындық тұрсын. Енді келесі тапсырма. Көзімізді жұмып тұрамыз, тишинада тұрамыз. Кімнің денесі тербеліп жатыр? Кім тып-нық түп-түзу тұр, а кім денесі тербетіліп кетіп жатыр? Денеңіз қатты тербетіліп жатса, орындыққа отыра беріңіз. Давайте кәдімгідей тәнімізді диагностика жасаймыз. Это диагностика. Кеттік жасаймыз, диагностика жасаймыз. Орындықтың алдына тұрамыз, көзімізді жұмамыз, спокойно просто тұрамыз. Спокойно просто тұрамыз. Спокойно просто тұрамыз. Спокойно просто тұрамыз. Кім қатты тербетіліп жатыр, орындыққа отырамыз. Былай тербетіліп жатқандар, качаться етіп, тербеліп кеткендер тұрамыз. Аяққа нық тұрғандар, пока стоим, пока тұрамыз. Қаншалықты мықты екенімізді, қаншалықты рухты екенімізді, өз-өзімізге сенімді екенімізді осыдан байқауға болады. Слабый адамдар тербеледі, қорқақ адамдар, ішінде негативті эмоциям жоқ, қорқынышым жоқ деген қыздар осы техниканы жасаңыздар. Если качаться етіп тұрсаңыздар, скрытый негативті блоктар денеңізде өте көп деген сөз. Скрытый, сіз өзіңіз білмейсіз, тән бәрін біледі. Тело все помнит, тән бәрін есте сақтап қалады. Тән деген архив кәдімгі бәрін сақтап қалады. Миың ұмытып қалады оны. Мен қорқынышым жоқ, балада травма болмаған, ештеңе болмаған деп айта береміз. Ал тән бәрін біледі. Сондықтан тән қаншалықты мықты немесе качается. Түсінікті, иә? Енді жайлап орындыққа отырамыз, көзімізді ашамыз, комментарийді қосамыз, кім тербелді, кім тоқтап тұрды айтыңыздар. Кетті. Мен травмам көп дейді, омыртқа тырысып тұрған сияқты, арқа жағым түсініксіз. Назира, қазір мен айтамын осы туралы. Айтамын. Кәдімгідей кеттік. Кеттік, достар, кәдімгідей. Кім тербелді? Мен тербелдім, молодец, кішкене тербелдім. Мен тұрдым, не сильно, молодец, тербелдім. Кім қатып, мен тербелдім, денем қатып қалды, молодец, кішкене тербелдім, бірақ отырмадым. Тербелдім, видите, тән слабый, тело слабый. Тербелдім, басым айналғандай, молодец, кішкентай ғана тербелдім. Сәл тербелдім, бірақ до конца тұрдым, молодец, тербелдім. Қатты тербелмедім. Мен қатты тербелгеннен құлап қала жаздадым, молодец, тербелдім. Мен аяққа нық тұрған сияқты болдым, бірақ аяқ жағында тербеліп кеттім. Вы старались, но не получилось. Мен теріліп кеттім дейді.
тербеліп кеттім, кішкене тербеліп тұрдым. Коляскада отырып, аяғымды столға созып отырдым. Молодец. Тербелдім. Тербелдім, жаймен тербелдім. Мен музыка қосылғаннан тербелдім. Мен тербелмедім, бірақ отырмадым. Жүрегім айнығандай болды. Молодец. Молодцы, қыздареке. Енді жақпен жұмыс, енді сабағымызды бастаймыз. Сабақ енді басталды. Денеміздегі блоктарды анықтадық, қорқыныштарды арылтадық, жылайтындар жылады. Бұл бұның барлығы негативті установкілерден арылтатын техникалар. Енді қараңыздар. Ақша табатын адам, бай болатын адам, оның дауысы жарқын, аяғы нық, өзіне сенімді. Ақша осындай адамға келеді. Ал енді адамның бойында эмоциялар өте негативке толы болса, адамның бойында өте көп ашу, қорқыныш, реніш көп болатын болса, адам өз-өзін ұстай алмайтын болса, біреудің сөйлегеніне қорқып тұратын болса, оның тәні өте ауыр болады. Мысалы, өте көп қыздар айтты, омыртқам ауырды, белім ауырды, асқазан ауырды деген қыздар. Барлықтарың айтатыны мынандай. Асқазан, омыртқа, бел дегеннің бәрі барлығы бұның барлығы арқасына бауырларының жүгін, туған туысқандардың, басқалардың жүгін көтеріп алған адамдар да болады. Басқалардың жүгін көтеріп алатын адамдар, олар сондай мына иығын басып тұрады, еңсесін, белі, омыртқасы ауырып тұратын болады. Сондықтан да біз не істейміз? Көз алдыңызға елестетіңіз, сіз кімнің жүгін көтеріп алдыңыз? Әке-шешеңіздің жүгін ба, бауырларыңыздың жүгін ба? Сол жүктерді алып, өз иелеріне беру керек. Мен сенің жүгіңді көтере алмаймын. Мен Құдай емеспін. Бауырларымызға, әкемізге, күйеуімізге бәріне айту керекпіз. Мен Құдай емеспін. Мен сендердің өмірлеріңді сүре алмаймын. Бүкіл қиындықтарыңды шеше алмаймын. Бүкіл сендердің сұрақтарыңды шеше алмаймын. Қажеттіктеріңді өтей алмаймын. Мен адаммын. Мен демалғым келеді. Мен шаршадым. Мен әлсізбін. Әлсіздіктеріңізді мойындаңыздар. И отпускайте. Осы эмоциялармен біз тағы да жұмыс жасайтын боламыз. Адам негативті установкадан арылмаса, негатив, қараңызшы, менің тәнім негатив болса, миым толған негатив болса, менің бүкіл жасаған еңбегімнің нәтижесі негатив болады. Негатив дегеніміз не? Банкрот, кредит, қарыз. Яғни, сіз ақшамен негативтерден арылу үшін, өміріңіздегі күйеумен негативтен арылу үшін, жұмыспен негативтен арылу үшін бірінші не істейсіз? Өзіңіздің ішіңіздегі негативті программалардан арылуыңыз керек. Түсінікті, иә? Түсінікті деп ойлаймын. Қалай миллионер боламыз? Қалай миллионер боламыз дегенде, ең бірінші бізге керек не? Ең бірінші, успокоить мозг. Миға тыныштық беруіміз керек. Бірақ өкінішке орай ми бізді тыңдамайды. Уайымдама дегенді түсінбейді. Ми өзінің дегенін жасайды. Ми. Адам кішкентай кезінен тек қана әр нәрсені уайымдай беретін болса, ми сол әдет болып қалады. Миға әдет болып қалады. Ол жақсы нәрсе болса да негатив ойлап тұрады. Мысалы үшін күйеуге гүл алып келсе, осы бірдеңе бүлдіріп қойған жоқ па екен, неғып маған гүл әкеліп қалды деген сияқты. Баласы үй жинап алса, сен не жинап қалдың, сен бірдеңе бүлдірген шығарсың. Яғни біз қуана алмай қаламыз. Біз кез келген жақсылықтың артынан негатив іздеп тұрамыз. Мысалы көп қой сондай. Өйткені біздің өмірімізде, өмірлік тәжірибемізде сондай негативті тәжірибелер өте көп болған. Сондықтан біз не істейміз? Фокус жасауды үйренеміз. Миллионер болуымыз үшін бізге не керек? Бізге сенімділік керек. Одан кейін бізге ниет керек. Миллионер боламын, мен шешіп тұрмын, және сол болатыныма сеніп тұрмын. Осы екеуі қаншалықты сізде өзіңізге айтып қойыңыз, мен миллионер боламын деп ниеттеніп отырмын. Миллионер болатыныма сеніп тұрмын. Осыны айтқан кезде тәніңіз қаншалықты сізбен келісіп тұр. Тәнмен жұмыс жасаймыз. Айдалада ешкімді іздемейміз, ешкімге соқтықпаймыз, өзімізден іздейміз. Неге маған енем тиісе береді? Неге маған күйеуім осындай болады? Неге менің күйеуім ішіп жүр? Неге мен қорқып тұрамын? Почему мне плохо? Неге менің ақшам келмейді? Неге маған? Осы өзімізді қазамыз, өзімізді шұқылаймыз, өзімізбен айналысамыз. Біздің ғажайып 28 күн марафоны 28 күн болады. Мен өткіземін. Бағасы не бары 15 мың теңге. Ойлаңызшы, 12 айға бөліп төлеген кезде 1200 теңгеден түседі. 6 айға бөліп төлесеңіз 2,5 мың теңгеден түседі. Ойлаңызшы,
жаныңыздың тыныштығы үшін, жаныңыздың рахаты үшін. Көп қыздар мына жерде жылап жатыр, жылап еңіреп жатыр. Өйткені ол тек қана менің терапиямнан жыламайды, өмірде де не болса соған жылап жүр солар. И оған үйреніп кеткен, олар ойлайды жыламайтын адам жоқ, қиналмайтын адам жоқ. Это ненормально. Адамдардың қайғырып өмір сүруі ненормально. Түсінесіздер ма? Ненормально. Сол үшін де біз не істейміз? Қуануға үйренеміз, қуануды үйренеміз былайша айтқан кезде. Рахаттануды үйренеміз. Ешқандай жаман ойсыз сыйлық алуды, ешқандай жаман ойсыз комплимент алып, біреу мақтап жатса өтірік алдап тұрған сияқты қуыстанып жатамыз, сыйлық беріп жатса қорқып жатамыз, артынан бірдеңе тұрма. Просто наслаждаться етуді үйренеміз. Дәл қазір осы сәтте менен бақыттанамын жоқ. Иә, мен қазір кредитім бар, но дәл қазір ешкім маған тиісіп жатқан жоқ, ешкім мен ештеңке сұрап жатқан жоқ. Міне осы состояние альфаға неғұрлым көп кіреміз, неғұрлым визуализируем, солай біз тезірек миллионер бола аламыз. Ақшаның потогын солай өзіміз аша аламыз. Ми тынышталған сайын, жүрек тынышталған сайын, сабырлық еткен сайын не істейді? Ақша бізге оңай келетін болады. Қарыздан қалай құтыламыз? Қарыздан құтылуға үшін біз көп практикалар жасап, ең бірінші детский внутренний ребенок кішкентай жертва халінен өзімізді шығарамыз бірінші. Мен ешқандай жертва емеспін. Қарыз, парыз деген вообще мені не волнует. Білем қарыз екен, бірақ одан шығып кететінді көріп тұрмын, біліп тұрмын, сезіп тұрмын. Жертва состояние өзімізді алып шығамыз. Қалай алып шығамыз? Адам ішіндегі реніштері мен өкпесінен босамаса, ол ешқашан жертва состояниеге шыға алмайды. Сондықтан жертва состояниеден өзімізді алып шығамыз. Жертвадан шыққан адам, естеріңізде болсын, қарыздан спокойно шығып кете береді. Түсінікті, иә? Так, сұрақтарыңыз болса қойып алыңыздаршы. Сұрақтарыңыз болса қойып алыңыздар. Так. 1 минут. Жертвадан қалай шығамыз? Реніштерді босату керекпіз. Реніштерден босату керекпіз. Жертвалардың күйеуімді мүлде қабылдай алмаймын. Ата-анаңызды қабылдай аласыз ба? Сұрақ. Өзіңіз қабылдай аласыз. Халь марафонда развод бар ма? Бар. Халь марафонда развод бар. Сабақ сақталады 3 ай. Тимасиус марафон қашан басылады? Ең бірінші адамның сөз бір деңгейге. Енемен вообще сөйлескім келмейді, сізді естіп тұрмын, бірақ миыма кірмей тұр. Значит, не время. Сабаққа қатыспаған дұрыс болады, скорее всего. Жеңілдеп қалдым, жап-жарық болып қалып, маңғайым, рахмет, красотка. Ата-анама реніш көп, қалай арылу керек дейді. Практика арқылы, медитация арқылы. Әкені қабылдай алмай жатырмын. Работаем. Мына жерде денедегі негативті эмоциялар, негативті естеліктер бізге өте көп мешает, қыздар. Өте көп мешает. Мына жерде тағы мынандай сұрақ қойыпты. Қазір көңіл-күй мүлде төмен болып жүр. Ретроградный Меркурийге сіз қалай қарайсыз дейді. Ретроградный Меркурий деймі? Біз әйтеуір мені кедей қылған ата-бабам кінәлі, бақытсыз болуыма әке-шешем кінәлі, үйде отырып қалғаныма күйеуім кінәлі, енем кінәлі, теперь бәрі кінәлі ғой. Енді бізге ретроградный Меркурий, ай кінәлі, жұлдыз бен күн кінәлі, әйтеуір бірдеңе кінәлі, иә? Так. Қымбатты достар, біздің ғажайып 28 күн марафонды 28 күн бойы мен өзім өткіземін. Ұмытпасаңыздар, иә? 28 күн бойы біз не істейміз? Айналаңыздағы адамдардың сізге деген қарым-қатынасы жаман болса, жоқшылықты өте көп байқайтын болсаңыз, яғни ақша сізге жеткізбейтін болса, проблемалар қатты шаршата беретін болса, оны қалай шешем деп жанталасып шаршаған болсаңыз, бір нүктеде тоқтап қалсаңыз, ары қарай не істеуді білмейтін тұрған болсаңыз, онда дәл осы марафон сіз үшін
дәл осы марафон сіз үшін. Бұның нәтижесінде бүкіл состояниеңіз өзгереді. Состояние білесіздер, состоятельный болғыңыз келсе, бірінші кезекте состояниені өзгерту керек. Марафонда не істейміз? 28 күн медитация, 28 күн жаңа әдет қалыптастырамыз, жаңа мышление, жаңа нейрондар, жаңа техникалар, және топтық разбор техникалар, страхпен, қорқынышпен, яғни негативті дүниелермен жұмыс болады. Сабақтың құны почти 400 000 теңгеге бағалаған болатынбыз, бірақ осы бұл сабақта бізде білесіздер, топтық разборлардың әрқайсысы 100 000-нан тұрады. Почти 400 000-ға бағаланып отырған топтық разборды осы марафонда мен барлықтарыңызға беретін боламын. Және де марафонға төлем жасаған, дәл қазір төлем жасаған, осы уақытқа дейін төлем жасаған кісілердің барлығына біздің миллионер курсында берілген, басқа сабақтарда берілген мықты 3 бонус сабақ тегін берілетін болады сыйлыққа. Айтқанды қалдырмай бірде-бір жасайтын болсаңыздар 100% сіздердің нәтиже шығаратындарыңызды біліп тұрмын. Иншалла, Алла қаласа болады. Марафонға қатысу үшін мына номерге хабарласыңыздар, скрин жасап алыңыздар. Марафонның бағасы туралы айтатын болсақ, бұл бұрында айтылған, қазір де айта салайын. Телефон номермен бірге 14 990 теңге, 28 күн болады, 3 ай сақталады. 3 айға бөліп төлесеңіз 5 000-нан, 6 айға 2500-ден, 12 айға 1200 теңгеден. Сондықтан да маған осы өзгеріс керек. Осы өмірім ұнамай тұр. Айналамда адамдар ұнамай тұр. Состоянием ұнамай тұр. Организм өзіме ұнамай тұр дейтін болсаңыздар, онда бірден қатысуларыңыз керек. Марафон почти уже ертең басталады. Ертең 20-21 2 күн сіздерге тіркелуге уақыттарыңыз бар. Осы 2 күндік уақытта сіздер тіркеліп барлығын жасап үлгеретін боласыздар. Қазірден бастап тіркелетін болсаңыздар, үлгересіздер. Ертеңгі сабақта уже бастаймыз. Сабақ сақталып тұрады. Яғни кез келген уақытта қосылған адам сабаққа тіркеліп қосыла беретін болады. 9941 номері арқылы тіркелесіздер. Құдай қаласа, бұл сабақтарда біз тереңірек қазып қай тақырыптарды айтатын боламыз. Миллионер болу. Бізде қазіргі адамдардың ең актуальды проблемасы ақша болғандықтан осы миллионер болу, осы миллиондарға ақшаға байланысты өте көп техникалар беріледі. Қарыздан қалай құтылу? Бұл қазіргі біздің қоғамның дерті, жан айқай. Одан кейін ең негізгі көп келетін сұрақ, қалай уайымды тоқтатамыз? 28 күнгі медитацияны, 28 күнгі тыныс алу техникасын жасаған адамдар 28 күннен кейін уайымдарыңыз мықты азайып кететініне мен гарантия беремін. Марафонның аясында қатысушылар арасында 5 адамға 3 миллион теңге сыйлық берілетін болады. 3 миллион теңгемен мен ойлаймын, шағын қалаларда первоначалды төлеп, мүмкін машина алады, мүмкін қарызын жабады, мүмкін үй алады, әркім өзі біледі. 5 адамға 3 миллион теңгеден сыйлыққа тағы да берілетін болады. Сабаққа тіркелу үшін мына менің парақшамдағы айдың нұры деп тұр ғой, том KZ хал деп тұр ең соңында. Главный парақшадағы осы ссылканы бассаңыздар автоматты түрде тіркелесіздер сол жерге. Сабақ Telegram каналда өтетін болады. Telegram каналда өтетін болады. Топтық разборда берілетін, жеке разборда берілетін, глубинный страхпен, подсознаниедегі қатып қалған установкалармен, программалармен жұмыс жасайтын разбор сіздерге осы марафонның ішінде сіздерге берілетін болады. Қайта беріліп тұратын болады. Сондықтан да міндетті түрде бұл марафон сізге көмек ететін болады. Ең бастысы бұл жерде 28 күн бойы ішкі сәбимен жұмыс жасаймыз. Бұл ең мощный практика болады. 4 рет терапиялық онлайн сабақ болады. Аудио тапсырмалар тағы беріледі. Өмірлігің барлық саласын қамтитын арнайы 10 медитация беріледі. Ақшамен қарым-қатынасқа, күйзелістен шығуға, өзіңді қабылдауға арналған арнайы 4 нейрокорректор беріледі. Чатта кері байланыс болады. Тыныс алу жаттығулар болады. 28 күн марафоннан кейін сіздің депрессиядан шығатыныңызға, ашуыңыз, баламды ұрам, қырылса берем, агрессияңыздың басылатынына, қорқыныштардың кететініне, сізде жаңа программалар, жаңа установкалар, жаңа клеткалардың пайда болатынына мен точно гарантия берем. Егер сіз айтқанды орындап 28 күн фокусыңыз менде болатын болса, тіршілігіңіз жасай беріңіз, жұмысыңыз жасай беріңіз, күн сайын 15 минут уақытыңызды маған арнасаңыздар болған. 28 күн садақа береміз, 28 күн ашуланбаймыз, 28 күн бойы тек қана біздің практикалар бойынша біздің сценариймен ғана тұрасыз. 28 күннің ішінде білесіздер, Қайша Керейдің айлықтан байлыққа сабағынан газель ұтып алған қыздың аты кім еді? 28 күннің ортасында жүрген. Менің пентхаусымды ұтып алған Бибінұр Тапаева 28 күннің 14 күнінде ұтып алған, қателеспесем. Осы біздің түпсана кітабында біз
түпсана кітабында біз 7 квартира тіккен болатынбыз. Сол 7 квартираның 3-еуін ғажайып 28 күннің қыздары ұтып алған. Бұл 28 күн деген ғажайып десе ғажайып. Адам тыныштыққа кеткен кезде, адам өз-өзіне көңіл бөліп, өзінің жан тыныштығына көңіл бөлгенде, оған ризықтар, нығметтердің келетінінің осы бір дәлелі біздің марафонда нәтиже өте көп болған. Бұл 28 күн Бұл 28 күн бұрынғы 28 күнге ұқсамайды. Бұл не болады? Қатып қалып жатыр ма? Бұрынғы 28 күнге ұқсамайды. Бұл тереңінен жұмыс жасалынатын глубинный медитативтік терапиялық терең сабақ болады. Сондықтан да, қымбатты достар, бөліп төлеп аламын десеңіз де болады, былай төлеп алсам десеңіз де болады. В общем, барлықтарыңызды мен күтетін болам. Сабақтың құны 14.990 теңге. 14.900 теңге. Инстаграм қайта мен тоқтатып жатыр. Ал кеттік, олай болса, ертең сабағымыз Құдай қаласа басталады. Барлықтарыңызды күтемін. Барлықтарыңызбен жақсы нәтижелерге жұмыс жасайтын боламыз. Алла қаласа, осы 28 күннен бастап сіздің өміріңіз до и после болып өзгерсін. Алла соған нәсіп етсін барлықтарыңызды. Өзімізбен өзіміз жұмыс жасаудан қашпайық, қорықпайық. Ақша табу қиын емес, өзімізді табу қиын. Өзімнің қандай қабілетім бар, қолымнан не келеді, қандай жақсы қасиетім бар, осыны табу қиын. Ақша табу қиын емес. Өзіңізді өзіңіз тапқан кезде байлық та бақыт та сіздің жаныңызда болады. Дәл қазір осы сәтте бақытты болып сезініп көріңіз. Энергияңыз көтеріңіз, басыңыз. Көтеріңіз, басыңыз. Өзіңізді өзіңіз көтересіз, өзіңіз басасыз. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Басқалар жасаған миллионды сіздің жасайтын уақытыңыз келді. Сондықтан да ертең арықтаймын, арғы күні баратын едім, келесі жылы оқимын деп өміріңізді ысырып, бір қарасаң жасың 60-қа келіп қалған, бітірген түгің жоқ, қарық қылып алған үйің жоқ, әлемнің бір мемлекетін көрмегенсің. Сондай бір халде өмірің өтеді де кетеді. Сондықтан өміріңді керемет бояуға толтыратын да өзіңсің, қара сұрғып қиындыққа толтыратын да өзіңсің. Бәрі өзің қолыңда. Аллах тағала не дейді? Қандай да бір қауым өздерін өзгертпейінше, мен оларды өзгертпеймін дейді. Олай болса, ойды өзгерту арқылы өмірді өзгерту, сөзді өзгерту осы марафоннан бастау алсын деп тілеймін. Қайырлы күн, барлықтарыңызбен қоштасамын. Сәттілік.